Міржақып Дулатұлының рөлін сомдап көпке танылған Бақыт Қажыбаев Қытайдың Чунцин қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері халықаралық кинофестивалінде үздік актер аталымын жеңіп алды. Ол бұл марапатты Набат операциясы фильміндегі рөлі үшін алған екен. Набат операциясы фильмі 1992 жылы Қазақстанда болған шынайы оқиғаға негізделген. Бақыт Қажыбаев, Қағаз кеме, Доктор Мырза Құсайыновтар, Өмір жолы, Айнымас айғаным, Аналық сезім 2, Противостояние, Ахмет ұлт ұстазы, Племянники сияқты фильмдер мен сериалдарға түскен. Ол Міржақып Оян қазақ сериалынан кейін көпке танылды. Бақыт Қажыбаев бұл сериалда Міржақып Дулатұлын сомдаған еді. Осы аталған фильмдердің ішінде сіз қайсысын көрдіңіз? Комментарийға жазып, каналға тіркеліп кетіңіз. Тағы қандай актерларды сіздер үздік деп танисыздар? Ол кісілерді де жазып өтсеңіздер болады. Қазақстанда қазіргі уақытта түсіріліп жатқан кинолар өте көп, сериалдар да көп. Сол сериалдардың ішінде басты кейіпкерлер сіз үшін кім? Қандай актерлардың рөл ойнағаны сіздерге ұнады? Сіздерден өтініш. Өз ойларыңызды, сүйікті актерларыңызды, киноларыңызды комментарийға жазып өтіңіздер.